Қайырлы кеш баршаңызға. Біз эфир біткеннен кейін барлығымыз қатысушылар болып бір үйдің басында осылай елкалар жинап жатырмыз. Қызылын бөлек, сарысын бөлек, сындырмай алған жатыр. Осылай күшті жинап жатырмыз. Мә, не деген ұйымшылсыңдар бәрің ше. Бір үйдің баласына көз тимесін. Ұзағынан сиіндірсін достар. Мә, толтырам болды. На сторис бәрің алып кетесіңдер. Мына жақта жаңа жылдан кейінгі вайб. Бүкіл шыршаларды жинап. Мына жақта жандос штатив. Ержан бәрі кірісіп кеткен. Мен де көмектесейін деп келдім. Өтірге сияқты енді. Біз бір қазір контент түсіріп қайтамыз. Ал біз деген бүгін редакция қатысушылар барлығымыз елка жинап жатырмыз. Енді бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін болып жатыр. Қарапайым барлығы. Мына бала жүр. Бәріміз жинап жатыр. Балауса ханымға дейін жүр. Күшті. Балауса күштісің ғой. Мына жақта Жандос, Мейірімжан айналайын. Дядь Саша кірісіп кеткен кәдімгідей. Бізде осылай. Ойбай, мына кәдімгідей бірандай белсеніп кеткен бала сияқты. Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті достар. Көбісі жазып жатыр енді, екі ойлы қылып. Неғып сен үйтесің, неғып абьюзер боласың, анау деп. Если мен ол қызды шын жақсы көрмесем, бір қыз ретінде қарайтын болсам, мен бәлкім үйтіп қызғанбайтын бедім. Көбісі білмейді ғой енді, мысалы, біз еркек адам болғаннан кейін қызды қатты не істеген келмейді. Бірақ одан да басқа себеп бар да, негізі. Просто тіліңді қысып қалдым да, шынымды айтайын, оларға айтқым да келген жоқ. Мына жақта енді апаларым бар, мені қолдайтын өзім апаларым бар, жандарым әшейін. Жазып жатыр да, не қыласың ол қызды? Что-то мінезі үндемейтін қыздан қорқу керек, анау деп. Білмеймін енді, бәлкім дұрыс айтып жатқанда шығар енді. Может, шынымен де бәрі ерте басталып кетті, ерте басталғаннан қорқып едім. Пробкалармен үйге жетем дегенше, шаршап кетесің. Алматыда арада жүру үшін 2 сағат заран жүрген. Ана балалардың мазасы кетіп қалады ше машинаның ішінде. Ой, басым ай. Төбем түсіп қалайын деп отыр. Кейде бір көшіп кеткім келеді ғой, бір пробкасы жоқ қалаларға да. Рахат қой жұмыстан. 10-15 минуттың ішінде үйінде болсаң. Ой, Аллаға шүкір. Так просто к слову айтып жатқаным.